Сәлем достар, қазіргі таңда көп ел бейбіт өмір сүріп жатса да, олардың шекараларындағы жағдай өте шиеленісті. Тарихи бәсекелестік, экономикалық теңсіздік және көрші мемлекеттер арасындағы даудамайлар олардың арасындағы шекараларды қауіпті етеді. Біз бүгін әлемдегі 7 қауіпті шекара туралы айтатын боламыз. Әлемдегі ең қауіпті шекаралардың бірі дәл Ирак пен Иранның арасында. Түркиямен шекарадағы Шат-эль-Араб өзенінен басталады. Шекара жүздеген жыл бұрын белгіленсе де, аумаққа қатысты даудамай, әсіресе өзенді пайдалану үшін жалғасуда. 1980 жылы Ирак Иранды аумақты заңсыз басып алды және зымырандар ұшырды деп айыптады. 8 жылдан кейін 1 миллион адамның өмірін жоғалтқан екі ел Біріккен ұлттар ұйымында бейбітшілікке қол қойды. Алайда бұл да күресті тоқтатпады және шабуылдар жалғасып жатты. Пәкістан мен Ауғанстан арасындағы шекара Дюран сызығы деп аталады және 1510 шақырымға созылады. Шекаралар туралы даулар ұзақ жылдар бойы талқыланып келеді және жақында талибтермен, содан кейін 2001 жылы Ауғанстан президентімен дауласқан. 2003 жылы екі жақтағы әскери күштер қарулы қақтығысқа қатысып, 4 жылдан кейін Пәкістан талиб содырларының шекарадан өтуіне жол бермеу үшін тосқауыл қоюға кірісті. Барлық қауіп мынада: мемлекет адамдардың қаруды алып жүруіне бақылау жасамайды. Бұл контрабанда, өлтіру, тонау және ұрлау жағдайларына алып келеді. Жақында екі елді жалғайтын тас жол келіспеушіліктерге байланысты жабылды. Пәкістанда бұғаттайтын қақпаны салды. Колумбия мен Эквадор арасындағы даулар жақында Колумбияның революциялық қарулы күштері немесе халықтық әскер деп аталатын колумбиялық көтерілісшілер тобына байланысты күшейді. Колумбия үкіметі бірқатар жағдайларда шабуыл жасау мақсатында Эквадорға әскер жіберді. Халықтық әскер мүшелері шекара бойындағы жерлерді қатал түрде басып алды. Минометтар мен миналарды пайдаланып, олар мыңдаған байырғы халықтарды өз жерлерін тастап кетуге мәжбүр етті. Бұл топ соңғы 50 жыл ішінде 200 мыңнан астам адамның өліміне жауапты. Шекаралас қалалардағы өлім-жітім саны 10 мың адамға 96-ға жетті. Эквадор президенті Колумбия әскери күштерінің шекарадан өтуге рұқсаты жоқ деп мәлімдегендіктен, Колумбия үкіметі Эквадорды лаңкестерге көмектесті деп айыптады. Содан бері Эквадор халықтық әскер лаңкестерінен арылу үшін көптеген шаралар қабылдады. Израиль мен Сирия арасындағы шекараны өзгерту туралы даулар көптеген жылдар бойы жалғасып келеді. 1920 жылы Ұлыбритания олардың шекарасын Сирия, Францияға қарай жылжытатындай етіп бөлді. Содан кейін Голан шыңдары қайтадан қосылды. Дәл осы аймақ үшін олар 100 жылға жуық белсенді күрес жүргізді. Бүгінде бұл аймақ екі жақтың да қарсыласу ошағы болып табылады. Сирияда азамат соғысы басталғаннан бері зорлық-зомбылық айтарлықтай өсті. Үнді-Пәкістан шекарасы өте қауіпті жерде 2900 километр қашықтыққа созылған. 1947 жылы шекараны бөлу кезінде үш елде жүздеген мың адамның өмірін қиған соғыстарға алып келді. Ал таулы мұздық болып табылатын Кашмир провинциясы 25 жыл бойы таласқа түсті. Зардап шеккендердің саны 50 мыңға жетті. Мексика мен Америка құрама штаттарының шекарасы Калифорниядан Техасқа дейін созылып жатыр. Жалпы ұзындығы 1989 километр. Әлемдегі заңсыз өтіп кететін жерлердің ең үлкені болып табылады. Ол үлкен елді мекендерге және шөлейтті шөлге жақын өтеді. Шамамен 20 мыңға жуық шекарашылар халық тығыз қоныстанған қалаларға шоғырланған. Олар шөлді жерлерді қараусыз қалдырады. Бұл жыл сайын жүздеген адам өлетін шөлдер арқылы 50 мың адамның өтуін жеңілдетті. Әсіресе
Эль-Пасо Хуарес аймағы есірткі иелерімен, есірткі контрабандасымен, қару-жарақ және адамдарды сатумен танымал. Мұнда полиция мен бандалық топтар арасындағы қақтығыстардан кейін жүздеген адам қайтыс болды. Зорлық-зомбылық Америка шекараларына таралды. Корея әскерилендірілмеген аймағы. Солтүстік және оңтүстік Корея арасындағы 241 шақырымдық шекара. Бұл аймақты екі жағынан әскерлер мұқият күзетеді. Сонымен қатар тікенді сымдармен және белсенді миналармен жабдықталған. Корей соғысының аяқталуы екі халықтың арасындағы келіспеушіліктерді тоқтатпады. Олар 60 жыл соғысып, бір-бірінің тәуелсіз мәртебесін мойындамайды. Жанжалдардың салдарынан жүздеген адам қайтыс болды. Бұл аймақ ашық қақтығыстан қорғайтын және олардың арасындағы қашықтықты құрайтын өзіндік буфер рөлін атқарады. Шекарадан өтуге тырысқандардың бәрі атылады. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.